8-ші сабақ. Армысың ауыл. Жаңа сөздер. Гүл теру, собирать цветы, көк шалғын, густая трава, балық аулау, ловить рыбу, суда жүзу, плавать. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое задание. Послушай и ответь на вопрос. Аңқысы көп тауында, жидегі мол бауында. Ата әжем тұратын, бардым жазда ауылға. Қармақпенен аудалып, көлден балық ауладық. Қызыл сары гүл теріп, көк шалғында аунадық. Жазда ауылда қандай қызықтар болады? Жазда ауылда суға шомыламыз, гүл тереміз, асық ойнаймыз, күнге қыздырынамыз. Екінші тапсырма. Сыныптасыңмен диалогты жалғастырып айт. Второе задание. Дополни диалог. Сен қайда бардың? Мен ауылға бардым. Сен ауылда не істедің? Мен ауылда суға шомылдым, атамға көмектестім, достарыммен ойнадым, гүл тердім. Үшінші тапсырма. Хатты оқы, сұраққа жауап бер. Третье задание. Прочитай письмо и ответь на вопрос. Сәлем Айпар, сен жазда ауылға қыдырып кел. Мен саған әдемі жерлерді көрсетемін. Өзенде жүземіз, орманға бүлдірген теруге барамыз. Жазғы демалысты жақсы өткіземіз. Сәлеммен досың Қанат. Қанат досын қайда шақырды? Қанат досын ауылға шақырды. Төртінші тапсырма. Суреттерге қара. Ауылдағы демалыс тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Четвертое задание. Посмотри на картинки и составь текст на тему «Отдых в ауле». Мен жазғы демалыста атам мен әжеме бардым. Ол жерде балық ауладым, суға жүздім. Достарыммен асық ойнадым. Достарыммен гүл теремін. Отбасымызбен көк шалғында түскі ас ішеміз. Ауылда осылай керемет демаламыз.